Қытай мен орыстың ортасында үлкен бір сызат пайда болды. Бұл сызатты әрбірден кейін батыстың ықпалымен пайда болды деуге болады. Қытайдың басшысы аяқ астынан Еуропаның жетекші төртелі Франция, Италия, Германия, Испания төртелдің басшысына қарашада Қытайға келіп қайтуға бейресми ұсыныс жасады деген ақпарат Гонконгтың медиасында жарияланып кетті. Бұл енді кешеден бері бүкіл батыс ақпаратында, батыстың твиттерінде, ағылшын тілді талқы сайттарында жан-жақтан осы талқыға салып, лаңғада қылып жатқан тақырып болды. Бұл біріншісі, Еуропа мен Ресейдің арасы нашарлап тұрған кезге тура келді. Екіншісі, Еуропа Ресейдің газынан бас тартып, енді Әзербайжанға Еуропаның басшысы келіп, қол қойып қайтқан кез. Енді Әзербайжан газ бергелі тұр. Үшіншісі, мынау Техрандағы, орысша айтқан кезде Тегерандағы жиналысқа Иранның басшысы мен орыстың басшысы кездесіп, әшейін кедейдің көжесіндей сұлдыр сұйық бір келісім шарт деп аталатын бір келісім шартқа қол қойған тұста. Батыстың медиаларында оны Иранның Ресеймен болған жүрдім бардым келісім шарты деп бағалап жатыр. Ал Ресейдің медиасында бұны тарихи мәні бар, маңызы бар, тарихи бөлгіштік, дәуір бөлгіштік сипаты бар келісім шарт деп жанталасып, бұны аспанға көтеруде. Бірақ бұл келісім шарттың ешқандай нақтылы мазмұны жоқ. Иран анығында Ресей жаққа шығуға үрейленіп отыр. Және Иранның өзінде де әбден 40 жылдық санкциядан тұралаған экономикасына байланысты мүмкін енді Еуропа Американың газ мәселесінде Ресейден құтылу туралы мақсаттарын, ындындарын біліп, Иранның өзінде енді осы жоқшылықтан әбден қысылған, тығырыққа тірелген Иран халқы үшін батыспен жақындасуды көздейтін реформашыл топтардың ықпалы күшейіп тұрған кезге тура келді. Және бірі осы Ресейдің газы мен мұнайының қара нарықтағы саудасы Қытайдың юанімен емес, Біріккен Араб Әмірліктерінің дирхамымен жүретін болғандығы да Қытайдың жүйкесіне түйіп тұр. Ал бұғанға дейін Қытайдың Ресейге сатқан 50 миллион доллар тұратын чибі батыстың назарына ілініп, Қытайдың бірқатар ұлттық компаниялары, әсіресе жоғары технологиялы компаниялары батыстың қаһарына ілініп тұрған кез. Енді Қытай Ресейді ашық қолдайын десе, ол болмаған, ашық қолдамайын десе, Еуропа Америка қысып тұрған осы сәтте Гонконгтың медиасында жоғарыдағы Еуропаның 4 жетекші елінің басшыларын қарашадағы Пекиндегі бас қосуға шақырғаны туралы ақпарат оттың үстіне май құйып жібергендей болып тұр. Енді осы әңгімені сіздерге біраз таратып, жіліктеп, боршалап, тұздап, әдемілеп жеткізейік. Қабыл алыңыздар, естіп отырсаңыздар, бөлісіп, таратып жіберіңіздер. Бұл бірінші сөз. Екіншісі, бұл ақпарат және бірді анау Си Цзиньпин деген сұмырайдың Шыңжаңға жасаған сапарынан кейін болды. Ол Шыңжаңға сапарлай барып 12 жылде 3 күннен кейін ғана барғандығы туралы ақпарат берді. Неге дереу сол барған сәтінде ақпарат бермеді? Немесе бұл жерде қандай мәселе тұр? Себебі ол баратын жолын құпия ұстады. Ол жерден қандай да бір өздері айтқандай террорист кеп пышақтап кетеме, жарып кетеме деп шошыды. Себебі 14 жылы сәуірдің 30-ы ол бірінші рет Шыңжаңға барған кезде Үрімшінің темір жол бекетінде жарылыс болған. Содан жаңа қынадай қыру, концлагер түрмеге қаптауды бастаған. Онысы коммунистердің өзінің орналастыру болуы мүмкін. Мына сұмырайға қарсы өз ішінен біреулердің жарғаны болуы мүмкін.
Оны бір Құдай біледі, біз білмейміз. Бірақ бар өз елінің ішінде, өзінің мемлекетінде, өз территориясында жүріп, ақпарат осыншама жасыру Қытай тарихында бұл өте сирек кезігеді. Және бұл осы басшының үрейде, қорқынышта тұрғандығынан дерек береді. Ал осы сәтте аяқ астынан әлгі 4 бастамашы елге шақырту айтылу бейресми түрде. Қытай медиасынан емес, шетелдің, Гонконгтың медиасынан берілуі бұл енді дүние жүзінде үлкен дүрбелең тудырып жіберді. Қарашаға неге шақырды? Демек, қараша деген сөз қыркүйектегі болатын, мынау алда келе жатқан сентябрьде болатын Қытайдың үлкен коммунистерінің бейресми үлкен жаңағы сыбаға бөлісетін, жем бөлісетін жиналысында мына Си тақтан түспейді дегенді білдіреді. Яғни бұл тағында қалады, әлгі 4 жетекші елді сол өзінің инаугурациясына, былайша айтқанда 3-ші мәрте Қытайдың басшысы болып заңсыз түрде тағында отыруына, сайлануына оларды құттықтауға шақырып отыр деп түсінуге болады. Бірақ бұл елдің сыртқы істер министрліктері қаншама журналистердің, қаншама медиалардың сұрағына үнсіз қалды. Жауап берген жоқ. Тек француздың бейресми бір өкілі бұл бейне Наполеонның жиені 3-ші Наполеонның өзін-өзі патша жариялағаны сияқты, немесе республикалық, патшалық жүйедегі республика болып қаламыз деген сияқты, бұл ақылсыз әрекет деген сияқты бейресми бір жауап қатты. Неге 3-ші Наполеонға теңеп тұр? Наполеонның жиені сондай бір сұмдықты бастаған, Еуропада масқара болған. Мынау да сол 3-ші мәрте сайланғалы отыр, тырнақша ішінде. Ал оның арты ең соңында қанды қырғын соғысқа апарған. Осы арқылы бұны да қанды қырғын соғысқа апарады деп отырған болу керек. Ал НАТОның басшылары Тайванға үздік-создық келіп, Тайванды қолдайтындығы туралы, Тайванның амандығы, Еуропаның амандығы деген сөзді ашық айтып жатқан кезде, бұндай ақпараттың шығуы шынында әзіргі Еуропа, Америка мен Қытай ортасындағы үлкен бір шиеленістің бар екендігін көрсетіп отыр. Ал Америкамен ашық ұстасқан Қытайдың енді Еуропаны бөлектеп, Американы оқшаулап, Еуропамен одақ болатын бір ындыны барлығын көрсетіп қойған сияқты. Себебі Еуропаның атақты Airbus компанияларына Қытай бәленбай 100 дана Airbus, яғни әуеде ұшатын анау дәу алып ұшақтарға тапсырыс берген ол бар. Ал ол алып ұшақтар әрбірден кейін үлкен сұмдық ақша, ол сұмдық ақша әрбірден кейін сол Еуропаның жетекші елдерінің басшыларына тіке қатысты. Себебі олардың тақта отыруы сол ірі байлардың, ірі алпауыттардың қолдауымен болатынын жұрттың бәрі біледі.